Мен ауылымыздың символы ретінде 4 түліктің бірі сиыр төлін алдым. Ауылымыз мал шаруашылығымен айналысатындықтан әрбір үйде сиыр бар. Сиырдан келетін пайда өте көп. Саусаң сүт, ұйытсаң айран, жайсаң құрт, сойсаң ет, сатсаң ақша болады. Міне біздің табиғи сүтіміз. Енді мына шыққан сүтімізден сүт өнімдерін жасайық. Дайын сауылып алған сүтімізді сүт тартқышқа құю арқылы қаймақ жасаймыз. Міне осылай қаймағымызды аламыз. Ашыған айранды қалпамызға құйып, сары суы сүзгенше күтеміз. Міне сүзбеміз дайын, енді осыдан құрт жасаймыз. Енді құртымызды жасаймыз. Міне, енді дайын құртымызды далаға апарып кетеміз. Ши жасау үшін сүт тартқыштан шыққан сүтімізді отқа қоямыз. Үстіне айранымызды салып ірітеміз. Міне сүтіміз іріп жатыр. Міне іріген сүтімізді сүзгішпен сүзіп аламыз. Міне ірімшігіміз дайын. Міне, бір ғана сүттен қаншама табиғи өнім шықты. Қазіргі таңда елбасымыздың бастамасымен әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға қайтарымсыз 500 мың теңге беріліп, әр отбасы 2 сиыр алуға мүмкіндік жасап отыр. Елбасының осы бастамасын мен де қолдаймын. 2 сиыр бір жанұяны асырайды.